Ата-бабамыздан малсыз болсаң да арсыз болма деген нақыл сөз қалған. Себебі ар-ұят адамзаттың бейнесі, мәртебесі. Ұятқа қалған адам өзін ғана емес, ағайын ру тайпасын жаманатқа қалдырып, әр заманда бетіне басатындай таңба болған. Сондықтан бабаларымыз тәрбиеге аса мән беріп, қылмыскерлерді дала заңымен жазалап отырған. Соның бірі көгенге түсу. Көгенге түсіп қайтқан жігіттің еш қадір қасиеті қалмайды. Барымташыларды немесе қолға түскен ұрыларды қорлаудың, ауыр жаза тартып масқаралаудың бір түрі, екі қолын артына қайыра байлап, оларды кәдімгі қой көгендегендей етіп, көгендеп ұстау. Ерте кездерде бұл ел арасында жиі қолданылған. Көгенге түскендер қара таңба басылғандай күлкіге ұшырап, ар-ұятынан айырылған қадірсіз адам есебінде болады. Оларға ешқандай құрмет көрсетілмейді. Өлелгенше көгенге түскен ата ұмытылмай, кісі бетіне қарай алмай төменшіктеп жүреді. Ақылың болса арыңды сақта, ар-ұят керек әр уақытта. Қазақи дүние таным.